Қатын кесапаты. Жұрт сыйлайтын бір апа өмірден өткен еді. Күйеуін бір адамдай-ақ құрметтеген, 6 ұл, 3 қыз туған, қылтың-сылтыңы жоқ кісі болатын. Бір ғана ерекше мінезі бар болатын. Ашуланса, біреуге ренжісе, өз көңіліндегідей болмаса, жүрегі ауырып, талып қалатын. Құдайға шүкір, ұл қызы бар ғой. Бәрі жабылып, аяқ-қолын уқалап, табандарын сипалап, шай қайнатым уақытта есін жиғызып алатын. Бұл негізі ол кісінің ауруы емес. Отбасында айтқанын жасату үшін ойлап тапқан, өзінен өзге ешкім білмейтін айласы болатын. Шынында байы, бала-шағасы, тіпті жақын көрші, туған туыстары да ол кісінің сондай ауруы бар деп айтқанын жасайтын. Ертеректе мен де сол кісінің сондай бір талып түскеніне куә болып қалдым. Сөйтсем, қонақ келгенде келіні енесінің қолына «Қарай тұрыңызшы» деп немересін беріп кетсе, ол енді ғана отыра бастаған сәби екен, әжесінің етегіне сиіп қойыпты. Талып қалуының себебі осы екен. Мен ол кісіні бұрыннан танитынмын. Сәбилерге қуыршақтай қыз балаға да еміреніп, сүйеу, иіскеу дегенді білмейтін, қолына алмайтын. Онысын «Сұғым бар, көзім тиіп қалады» деп айтатын. Той-томалақта, қыдырғанда немерелерін ертіп те жүрмейтін. Ол апа, байы, бала-шағасы, тіпті немере сырттан келген келіндерін де ашса алақанында жұмса жұдырығын ұстады. Обал нешік, ананың жүрегі тоқтап қалмасын деген ұл мен қыз жіптіктей боп жетілді. Келген келін де, туған немере де сол жолмен жүрді. Сырт көздің қызығатыны соншалық, ол үйде не жанжал, не келіспеушілік болмайтын. Үлкен не айтады, кішісіне сол заң. Бірліктерін айтсаңшы, қуанышты, өкінішті жағдайдың бәрінде тәртіп әскердегідей. Қараңшы, қандай керемет, ұйысқан, өте жарасымды, бір ауыл емес, бүкіл елге үлгі болатын ақ отбасы. Әттең, мен кейде Құдайды түсінбеймін. Сол отбасының шырқын бұзған Құдайдың өзі болды. 4 баласы да 50 жастан аса бере ауырмай, сырқамай, сап-сау күйде жүректер тоқтап қалып, өз кезегімен өмірден оза берді. Бір баласы хабар-ошарсыз кетті. 6 ұлдың ішіндегі өз күнін зорға көріп жүрген ең нашары мен қыздар аман қалды. Көзіндегі патшайым сәби немерелерінің сідігіне жиіркеніп талып қалатын әздек кемпір Құдайдың жіберген бұл қасіретіне қатты жүдеді. Жүрек талмасы жазылып, енді өзі кіші үлкен дәретін ұстай алмайтын шын кеселге душар болды. Орнына тышып сейіп өмір кешті. Памперспен жүріп, 90-нан асып барып өлді. Бата кеткесін кешегі жақсы келіндер өзгерді. Немерелер де кезінде өздерін жиіркенген әжесіне онша жақын болмай шықты. Бәлкім шешелерінен көп әңгіме естісе керек. 3 қыз кезектесіп келіп 5-10 күн қарағанымен бола ма? Байғұс кемпір соңында әбден алжасып, өз боғына өзі малыны бөліпті. Бұл байының көзіне шөп салмаса да, кесапаттық жасаған қатынның тағдыры еді. Қатын кесапаты ішінен шыққан өз ұрпағының маңдайына тиетін оқ екен. Мұны білген ата-бабаларымыз қатынның кесапаты 40 нарға жүк деген. Бұл мен білетін бүкіл бір ауылдың адамдары көрген болған оқиға. Қатын кесапаты деген не? Ол салт дәстүрімізге жат қылықтың бәрі. Мәселен, қазақта әйел адам ер кісі түгілі ер баланың да киімінен аттап өтуге болмайды деген ұғым бар. Осы былай қарасаң болмашы ғана, түгі де жоқ, әншейін тиым сияқты. Ал ойлап қарасаң, бұл тиымды елемеу түбінде ұлтты жоятын қылық.